Уайым туралы YouTube'ға осы шорт салдым, 1 минуттық, яғни қысқа видео. Сол туралы кішкене ойымды толығырақ жеткізсем. Мысалға, бір адамның өмірінде өзіңіздің таныс жақсы жаңалық болып жатыр. Көлік немесе пәтер алып жатыр. Жалпы бір жағымды жаңалық естіп жатыр, я? Сіз оны естідіңіз, сол адамға барасыз немесе телефон соғасыз. Сол уақытта ол адамның көңілі көтеріңкі. Ал сіз барып тұрып, мүләйімсіп, өзіңіздің бір проблемаларыңызды айтсаңыз, немесе сол бағанағы өмірінде бір жақсы жаңалық, бақытты бір жағдай болып жатырған адамның бұрынғы бір жаман бір көңіліне тимейтін оқиғаларды есіне түсіріп тұрсаңыз, қалай болар еді? Яғни, бір жағынан логикаға сыймайды, дұрыс па? Ол адамның көңілі көтеріңкі. Егер де сіз ол адамның бір нәрсесін қызғансаңыз, сол адамға бір жамандық тілесеңіз ғана солай жасайсыз. Яғни, ол адамның сондай көтеріңкі көңіл күйін көтере алмайсыз да, көре алмайсыз да, ол адамның көтеріңкі көңіл күйін түсіріп тастағыңыз келеді. Ал керісінше, сол адам бағана көтеріңкі көңіл күйде тұрған адамға сіз барып құттықтасаңыз, одан сайын бағана тілегіңізді айтсаңыз, сол көлігіңіз, пәтеріңіз, немесе жаңа бір жұмысыңыз берекелі болсын, оңынан болсын деп тілек тілесеңіз, ол адамның бақыты одан сайын артады, дұрыс па? Сол сияқты, егер адам мысалы, ол адамның өмірінде бір сынақ болып жатса, көңіл күйі нашар болып жатса, ол адам бір қиын бір шешімде тұрса, сіз уайымдасаңыз оны, ол адамға ойбой енді қайттың, енді не істейсің, енді құрдың десеңіз, не істейсіз? Сол адамның уайымын одан сайын ұлғайтасыз. Адамға не тілесеңіз, сол сіздің өміріңізге қайтып келеді. Яғни, ол адамның уайымы, онсыз да бағана уайымдап тұрған адамның сол өміріне одан сайын уайым қосасыз. Мысалы, көбіне қалай болады? Ұлдарымыз, қыздарымыз, немесе жақын туысымыз, бауырларымыз бір қиын бір жағдайға душар болса, біз уайымдап, енді қайттың, құрдың, айттың, бүйттің, бізге сондай бір жамандық алып келдің деп бағанағы одан сайын біз ушықтыра береміз. Яғни, ол адамды бір қолдаудың орнына, бір көмек көрсетудің орнына біз оның бағанағы проблемасын ұлғайта береміз де, сол бағанағы біздің уайымымыз бір тілек сияқты жүреді сол адамға қарай. Яғни, сол бағана уайымыз, ол адамның уайымын ұлғайтады да, өзіміздің өмірімізге қайтып келіп, біздің өмірімізде келеңсіз бір жағдайлар орын алады. Сондықтан, ол адамның уайымын басу үшін, сол бағанағы проблеманы дұрыс шешуге жақсы бір ойлар, идеялар ол адамның басына келу үшін, ол адамға тілек тілеуіңіз керек, жақсы тілек тілеуіңіз керек. Ол адамды бір сол минуста тұрған адамды плюспен қолдауыңыз керек. Сонда біріншіден ол адамға сенім келеді, екіншіден сіздің бағанағы ол адамға деген тілегіңіз өзіңізге қайтып келеді. Бұл жерде әрдайым плюста боласыз. Менің мысалы анам үлкен, 81 жаста, анам көбіне уайымшыл. Менің өмірімде сондай бір, енді мен білемін, менің өмірімдегі енді тырнақшаның ішіндегі келеңсіз жағдайлар мен үшін болып жатырған. Менің күштірек болуыма, немесе қазіргі мысалы жұмысым, кәсібім, ол менің арманымдағы кәсібім емес, сол үшін бір қарызға кіріп жатырмын, сол үшін өмір маған сигналдар беріп жатыр. Оны мен білемін, бірақ менің анам оны білмейді. Менің анам қайтеді, менің анам уайымдайды, себебі кәсіп туралы, басқа да бір жағдайлар туралы білмейді. Сондықтан мен анама білдіртпеуге тырысамын. Мен анамның қасында
көп болмауға тырысамын. Ол менің анамды жақсы көрмегенім емес, керісінше сол бір бағанағы негативті ойлар менің өміріме әсер етпеуіне мен жұмыстанамын. Себебі ол менің анам болғаннан кейін ол кісінің маған деген тілегі әрдайым қабыл. Оның уайымы да менің өмірім үшін ол тілек болып есептеледі. Себебі энергетикалық тұрғыда ол менің өміріме негативті энергияны жіберіп отырады. Ол адамның жақсы тілегі де менің өміріме тілек болып, бағанағы энергетикалық түрде әсер етіп тұрады. Сондықтан негізінде 18 жастан кейін барынша сол ата-анаңыздан бөлек кеткен жақсы. Енді біздің қазақылық әртүрлі салт дәстүр бар. Көп салт дәстүрмен мен келіспеймін, шыным керек. Бағана кенже баланың бағанағы үйді ұстап қалу керек деген сияқты. Ол енді бұрынғы салт дәстүрлер. Жақсы, енді менімен мүмкін келіспесіз, бірақ менің ол туралы бөлек ойым бар. Әр адам бұл өмірге бақытты болу үшін келген, әр адам өзінің талантын, өзінің мүмкіндіктерін жүзеге асыру үшін келген. Сондықтан әр адам үлкен адамның рөлін атқару керек. 18 жастан кейін ұядан ұшу керек. Жақсы, ол кішкене басқа тақырып. Сондықтан мен сол мысалы анама өзімнің кейбір өзгерістерім туралы, жұмыстан кеткенім туралы, қарызға кіргенім туралы барынша айтпауға тырысамын. Бірақ енді қазір сол анам көп жағдайды біледі. Ол бағанағы 2-3 жыл бұрын солай мен білдіртіп едім. Ол кезден де білдіртпеуге мүмкіндік болмады. Бір айқай шу, бір скандал, сондай бір жағдай болды. Енді қазір мен барынша білдіртпеймін. Себебі мен үшін оның барлығы бір белгілі жағдай, не үшін болып жатырған мен білемін, бірақ менің жақындарым ол туралы білмейді әрине. Енді мен мысалы өсіп есейіп келе жатырмын, менің балаларым өсіп есейіп келіп жатыр. Менің балаларының өмірінде сондай бір тырнақшадағы келеңсіз жағдай болып жатса, мен білемін. Себебі менің санам барынша кеңейіп жатыр. Өзіммен жұмыс жасап жатқасын, мен ертең балаларының өміріне де көп араласпаймын. Мен тек қана балалар менен сұрағанда ғана, менен бір көмек немесе жәрдем немесе бір ақыл сұраса ғана мен ақыл беремін. Сондықтан мен балаларыма бір тұлға ретінде қарайтын боламын. Яғни менің бағанағы ой санам, менің ата-анамның ой санасына қарағанда кішкене өзгеше. Менің ата-анам ақылсыз деп тұрған жоқпын. Жалпы олардың бағанағы көрген тәрбиесі, көрген өмірі басқаша. Сондықтан сіз біреу туралы уайымдасаңыз, керісінше сол адамның өмірін қиындатып жатырсыз. Сондықтан тоқтаңыз, ол сіздің балаңыз болсын, туған бауырыңыз болсын, күйеуіңіз, әйеліңіз болсын, махаббат тілеңіз, жарқыраңыз. Сіз бағанағы жарқырап, сондай бір плюс энергиясында болғаныңызда, ол адам сізге қарап міндетті түрде ол да бағана жарқырай бастайды, ол адамның сенімі ұлғая бастайды, өз-өзіне деген сенімі. Себебі сол бағана проблемадан, сол бір жағдайлардан басы қатып кетіп тұрғанда, сіз одан сайын бағанағы оның қасындағы қараған адамдар, олар да бағана ойбой қайттық, бүйттік, сөйтіп деп тұрғанда, яғни ол адам бір бұл жағдайдан шығатын есік көрмейді. Ал ол адам сондай бір жағдайға түскенде, бір минус жағдайға, қасындағы адамы сенімді болып тұрса, ол адамға уайымдама, бұның бәрі сынақ, бұдан да өтесің деп, давай оның орнына отырайық, бір шешімге келейік, немесе бір шай ішейік, бауырым уайымдама деп солай бағанағы қолдаса, шешім міндетті түрде келеді. Міне осы уайымдаудың еш қажеті жоқ. Себебі уайым деген сөз Құдайға деген сенбеймін деген сөз. Әрбір нәрсе болып жатырған ол Құдайдан. Сондықтан уайым деген сөз ол бір Құдайдың рөлін өзіңіздің, яғни өзіңізді Құдайдың орнына қойып қойғанмен бірдей. Себебі әрбір жағдай біздің дамуымыз үшін болып жатыр. Тек қана сол миды тыныштандырып, бұл жағдай не үшін болып жатырғанын сезе білу, соны ұғына білу. Адам болайық, біз Құдай емеспіз.